Сәлем достар, бүгін сіздермен Pinduoduo сайтында екі маңызды ақпаратпен бөлісетін боламын. Оның біріншісі фильтр арқылы қалай сапалы товарларды алуға болады. Сол жайында болмақ, және екіншісі видеоны соңына дейін тамашаласаңыз, кез келген товардың отзывындағы кері отзывтар болады ғой. Ұнамай қалған отзывтарды да жазып жіберетіндер бар. Нақты айтылады ол жерде. Соны қалай көруге болады, сол жөнінде сіздермен бөлісетін боламын. Ал енді кеттік. Ең бірінші каналға тіркеліп, міндетті түрде лайк басуды ұмытпаңыз. Ең бірінші өзіміздің поискқа кез келген керекті затымызды жазамыз. Аяқ киім деп жазып іздеп көрейін. Бізге осындай аяқ киімдерді шығарып берді. Қазіргі таңда қыс мезгілі болғандықтан бізге осындай ішінде жүні бар қысық аяқ киімдерді шығарып жатыр. Ең бірінші осы жерде тұрған функция бізге отзывы аз және отзывы көп деп айтып тұр. Біз отзывы көпті таңдаймыз, ол астындағысы. Жоғарыдағысы отзывы аз товарларды бізге шығарып береді бассақ. Ал енді екінші тұрған функциямыз, ол жерде сатылымы өте көп товарларды шығарып береді. Мінекей осы товарларды кезекпен көре берсеңіз болады. Сатылымы өте көп товарлар. Одан кейінгі фильтрге өтетін болсақ, арзаннан қымбатына қарай, қымбаттан арзанына қарай. Жоғарғысын бассақ, арзандарын шығарып береді ең бірінші. Астын бассақ, қымбаттарын шығарып береді. Мінекей. Осылай да қымбат заттың керек болса, осылай да көріп заказ берсеңіздер болады. Ал одан кейінгі функцияны басатын болсақ, бізге бренд заттар, яғни Қытайдағы бренд магазиндердің товарларын шығарып береді. Осының әрқайсысына магазиндеріне кіріп, өзіңізге ұнаған стильде аяқ киімдерді берсеңіздер болады. Әрқайсысына кіріп көрсетейін сіздерге. Мына қара белгі, бұл Қытайдың бренд магазиндерінің белгісі, алдында видеода айтқан болатынмын. Стильдері сәл ерекшелеу екен мынаның. Кішкентай размердегі аяқ киімдер сияқты. Мынада көбінесе ботинкалар екен, кроссовкалар. Осылай көре берсеңіздер болады. Және платье көрсетейін. Мінекей шықты. Бұл жағаға айтқанымдай, бірінші тұрғандағысы отзывы аз. Біз екіншісін басамыз, отзывы көп товарлар. Ішіне кіріп көріп алсақ болады. Одан кейінгі функция сатылымы өте көп товарлар. Осылай көрсеңіздер болады. Одан кейінгі функция арзаннан қымбаты, қымбаттан арзаны деген сияқты. Мінекей. Одан кейін уже бренд магазиндердің товарлары. Платьяларда онша магазиндер жоқ сияқты. Бізге дұрыс шығарып бермеді. Осылай әр магазинге кіріп көрсеңіздер болады. Және сіздерге отзывтағы кері отзывтар болады. Сол жайында бөлісетін боламын. Кез келген бір товарға кіріп көрейік. Мына бір товарға кіріп көрсетейін. 3630 бар екен. Осыған кіреміз және астыға қараған стрелканы басамыз. Мінекей осы жерде мына серый сұры цветте болып тұрған белгі 11. Соны бассаңыздар, сіздерге кері жазылған отзывты айтады. Яғни солай басамыз да өзімізге керекті мәліметтерді осы жерден де алсақ та болады. Скриндапқа сіздерге аударайық бірге. Бұл жерге фото арқылы іздейтін боламыз. Өлшемі жайында айтқан екен бұл жерде. Өлшемі, одан кейін жерде чұқалау, жаңда суық мезгілге жарамайды депті. Өлшемі өте кішкентай депті.
Тағы да кіріп көрейік. Осы жақтарын скриндап, бұл жақтарын скриндайық. Аударайық. Бұл жерде де тоже өлшем жағынан сәл тура келмеушіліктерді айтқан екен. И материал өте жұқа деп жазған екен. Тағы да сіздерге көрсетейін. Мына бір товарға кіріп көрейік. 2630 бар екен. Көбінесе негізі отзывы көп товарларда ондай көп жағдайлар кездеседі. Астын басамыз, 12 бар екен. Осы жерді қазір скриндап сіздерге аударып көрсетейін. Мына жерде былай жазған екен, жақсы деген, жақсы стильде деген, бірақ мойын жақ сызығы өте үлкен депті. И және шаш аздап түседі дейді, яғни жүні түсетіні жайында айтқан. Мына жерде қазақша сәл басқашалау аударып жіберіпті. Мата ауа өткізбейді дейді. Сәл жұқа, шашы түсіп дейді. Барлығы сол жүні түсетіні жайында жазған екен. Осылай әрбір товарды қатты алғыңыз келіп тұрған товарларды осылай білсеңіздер де болады. Фабрик детский носки кіріп көрейік. Отзывы өте көп екен. Бұл жақта да 12 жазған екен. Суреттерін де жіберіпті, қандай болып келгені жайында. Мынандай түтіліп келген жерлері де бар екен, көрдіңіздер ме? Жібі шығып жатқан. Жібі ішінде қап кететіні жайында. Осылай кейбір алатын товарларыңызды қарасаңыздар болады. Онда жоқ екен ондай. Кері бар отзывтар жоқ екен. Осылай әрбір товарға кіріп көрсеңіздер болады. Мына жерде 56. Енді чехол сызылып келетін жағын осы жерді аударып көрсеңіздер болады. Видео пайдалы болды деп ойлаймын. Міндетті түрде каналға тіркеліп, Пиндодадан заказ беріп жүрген таныстарыңызға жіберсеңіздер болады. Сіздермен бірге болған Тамара.